Әулие бабамыз жаңағы Шамашев деген сөзі періш алысқысы болған екен. Ханның 7 түйесін баққан кісі екен. Ертеректе сол 5 несін 7 тал түйесін осы араға дейін бағып 5 уақыт намазын мекеде өтеген кісі екен. 7 әулиемен бірге сол осы араға келіп, жаяу қажылыққа кетіп бара кезде осы араға түнеген екен. Түнеген уақытта жаңағы баба өзінің қолындағы аса таяғын осында шаншып қойып дем алғанда Алланың құдіретіне деген көрсі екен. Сонда Шамашев деген әулие бабаның аса таяғын шаншығына пайда болған шығар. Ал айналасында қоршап тұрғаннан түгелдей ағаштар өзінің ұрпағы ол 62 жылдан кейін пайда болған. Парыз Сұлтан жаңа 7 ғасыр деп архив бойынша біліп отыр. Баста біз келгенде білмейміз. 3 ғасыр деді, 300 жыл дедік әйтеуір. Ең соңында ол кісі келіп анығын анықтап берді. Енді қазір бұл араны Николай Гуляев деген профессор, академик өзі космоэнергетик. Сол кісі зерттеп Алматы неге Пекинге барып 1000 жылдық ағаш станцияның энергетикасын жалғады бұл араға. Қазір некелік ауру деп жатыр ол кісі. Зерттеу бойынша. Енді оны бір алла біледі. Бір алла біледі. Сонымен қазір некелік ауру деп жатыр. Пекиннен жалғады, соны Мароккодан жалғады. Энергетикасын түсінген Египеттің Синай тауының вершинасынан жалғады. Залиф Алатауы дейді, әулиеға сонымен 5 жыл соқты ғой қазір. Осы жерде шырақшылып қарап отырмыз, көзіміздің сол әулетімізбен. 2003 жылы 2002-де қайтыс болғаннан кейін жалғасын. 2003 жылы мен ойладым ғой, 40 беріп, аманатты өткізіп, бір ер адамға осы нені өткізіп кетейін деген. Соны Түркістанға барып келетін бір аманат түсіп қалды, сол аманатқа шыққанымда 2 аяғым шортсың ба, жамбасымсың ба, аварияға түстік. Сол уақытта артартымнан бір менің асқым өзі таптың ба, қайда кетіп баратсың, аяғыңнан шаламын демек бедім. Сен еш жоқта аманатты тастай алмайсың. Ол нелік болған кезде аманатты қолмен аттарым. Осыған келіссең тұрғызам деді. Соны жарайды деп келістім. Келісіп бала шағымды аманаттап не қылып, содан 2 аяғымнан тұрып жүріп